Тарихымыздағы ұлы тұлғалардың бірі, атағы әлемге жайылған шығыстың ғұлама философы Әбу Насыр әл-Фарабидің шығармашылық мұрасы орасан зор. Оның айналысқан ғылыми салалары философия мен логика, саясат пен этика, музыка мен астрономия. Биыл ғұлама ойшылдың 1150 жылдық мерейтойы ЮНЕСКО көлемінде атап өтіледі. Алматинское издательство «Международный клуб Абая» выпустило в 2019 году 7 томов сочинений Аль-Фараби на русском, казахском и английском языках. Осы жинақ Абай ауданының орталық кітапханасының қорын толықтырды. Жинақтың бірінші томында ғұлама ғалымның қайырымды қала кітабындағы тарауларға шолу жасалған. Әл-Фарабидің бұл шығармасында мемлекеттің пайда болуы, ондағы теңсіздіктің өмірге келуі, идеал қала халқының моральдық бейнесі, қала әкімдеріне қажетті адамгершілік қасиеттер, әр адамның бақытқа жету үшін бүкіл қоғам болып тіршілік ету керектігі туралы айтылған. Философиялық трактаттар атты екінші томында Әл-Фарабидің философиялық көзқарастары, интеллекттің түрлері, тіл туралы ғылым, логика, математика, табиғат және тәңірлік ғылымдар, азаматтық ғылым, фик және діни ілім бойынша 5 тараулық тақырыптар тереңінен қамтылған. Кітаптың үшінші томы әлеуметтік этикалық трактаттар. Бұл кітапқа ұлы ойшылдың бақыт жолын сілтеу, азаматтық саясат, мемлекеттік қайраткерлердің нақыл сөздері, бақытқа жету туралы 4 трактаты енгізілген. Том 4. Большая книга о музыке. По мнению Аль-Фараби, музыка является формой познания жизни. В этом произведении ученый систематизировал обширные данные о музыке. Философ излагает свой взгляд на развитие теории музыки, историю ее происхождения, на психологию восприятия музыки и ее техническую сторону. Аль-Фараби заложил основу науки о музыкальных инструментах. Том 5. Естественно-научные трактаты. Научное наследие Аль-Фараби необычайно велико и разнообразно. Им написано более 160 трактатов, в которых он развил все известные в то время отрасли знаний. В 5-й том включены малоисследованные естественно-научные трактаты Аль-Фараби, его знаменитая классификация отраслей знаний, наука о языке, логика, математика, естествознание, метафизика, гражданская наука, наука об этике ученого. Шестая книга «Книга букв» является всеобъемлющей книгой по метафизике Аль-Фараби. Том 7. Книга о разуме. Аль-Фараби размышляет в своем научно-философском труде о значении слова «разум». Он дает определение различным значениям, в которых применяется слово «разум» в повседневной жизни. Интересен факт, что философ, живший более 1000 лет назад, размышляет о космическом разуме. Он называет его подлунным и лунным. Жетінші томын Әнуар Әлімжанов «Ұстаздың оралуы» атты романымен аяқтайды. Мұнда автор сонау 10 ғасырда ғұмыр кешкен Әл-Фарабидің ғибратты өмірін сөз етеді. Музыкалық мәдениеті мен сауатының арқасында жазушы Әл-Фарабидің музыканың ұлы кітабын көркем желіге айналдыруға күш салады. Романнан шартарапқа білім шырағын жаққан, артына асыл рухани мол мұра қалдырған Әл-Фарабидің жарқын бейнесін көруге болады. Қымбатты біздің оқырмандарымыз, бұл кітаптар сіздерді орталық аудандық кітапханасында асыға күтуде.